Сәлем достар, бүгін сіздерге жұмыртқа қабығының пайдасы туралы маңызды ақпаратпен бөлісемін. Тауық жұмыртқасының қабығының 90% кальций карбонатынан тұрады. Оның құрамында ағзаға қажетті барлық микроэлементтер бар. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, фосфор, молибден, темір, калий, магний және кремнийден барлығы 27 элементтен тұрады. Ең маңыздысы кремний мен молибденнің барлығы біздің күнделікті тағамымызда табыла бермейді. Жұмыртқа қабығының құрамы адамның сүйектері мен тістеріне өте пайдалы. Жұлындағы қан жасушаларының да жұмысын күшейтеді. Сонымен қатар ағзаның түрлі радиациялық әсерлерге шыдамдылығы арта түседі. Рахет, балалардың тістерінің дұрыс өспеуі, омыртқалардың қисаюы, кәрі адамдардың сүйектерінің тез сынғыштығы, сүйектердегі кальцийдің жетіспеушілігінің салдары. Жұмыртқа қабығын 1 жастан бастап 6 жас аралығына дейінгі балаларға беру аса маңызды. Күніне 2 граммнан 6 граммға дейін қолданылу керек. Қолдану әдісі тым оңай. Алдын ала тазалап жуып алу жеткілікті. Кішкене балалар үшін 5 минуттай қайнатылу қажет. 1,5-3 граммдайын жақсылап майдалап, күнде 1 рет жас мөлшеріне байланысты қабылдайды. Таңертең таңғы аспен қабылдау қажет. Ағзадағы кальций алмасудың бұзылуы қанның аздығына, тез салқын тегіштікке, аллергияға, ерінге ұшықтың шығуына душар етеді. Доктор Феридун Кунак жұмыртқа қабығын қоқысқа тастамаңдар деген кеңес береді. Ғалым жасы ұлғайған кісілердің сүйегінің еруінің алдын алатын бірден-бір ем жұмыртқаның қабығы екенін дәлелдеп шыққан. Сүйектің еруі мен сырқырап ауруының алдын алу үшін бұл емнің пайдасы көп. Яғни жұмыртқа қабығы мен лимон суын араластыра отырып, бұл аурудың емін таба алған. Ол үшін 10 дана лимон, 10 дана жұмыртқа қабығы мен апельсин қабығы қажет. Жұмыртқа қабығы мен лимон сөгі және апельсин қабығын майдалап араластырып, боқтырып қойған жөн. Кейін оны таңертең және кешке 1 шай асықпен ішіп отырған дұрыс. Әрбір әйел 30 жастан кейін өзіне күтім жасауды бастамаса, жас ерекшелігіне қарай тері де босап салбырай бастайды. Алғашқы әжім іздерінің де көрініс беруі 30 жастан асқаннан кейін байқалады. Бұл кезде бет терісіндегі эластик коллагенді жоғалта бастайды. Сондықтан да жасты қалпыңызды сақтап қалу үшін жұмыртқа қабығының орасан зор көмегі бар екенін біліңіз. Ол үшін бет терісіне маска жасауға болады. Алдымен жұмыртқаны тазалап жуып алу қажет. Сонан соң жұмыртқаны жарып, ішіндегісін ыдысқа салған соң, сыртқы қабығында қалып қойған жұғындыны да саусағыңызбен алып, тазартылған бет терісіне жағып қойыңыз. Жұмыртқа қабығының ішкі бөлігінде жұмсақ шілтер секілді жұқа қабықша болады. Сол қабықшаны еппен абайлап, қатты қабықтан ажыратып аламыз. Бұл пленка көз айналасындағы әжімдерге қарсы тұра алатын керемет құрал. Оны 2-ге бөліп, көз айналасындағы әжімдер көп шоғырланған аймаққа жапсырып қойыңыз. 10-15 минуттай ұстауға болады. Пленканы жапсырған кезде мимикаға жол бермеңіз, күлмеңіз. Көз айналасына жапсырылған пленка түсіп қалмас үшін ол маңайды қозғамаған дұрыс. Қолдағы бармен ас үйде жиі қолданатын, бірақ біз көбінесе қажетсіз деп санайтын жұмыртқаның қабығымен керемет нәтижеге жетуге болады. Жасап көріңіз, өзіңіз де таң қаласыз. Видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.